Сәлем достар, біз бүгін котлет пен пюре жасайтын боламыз. Бізге котлетке асылған гречка, фарш, 3 жуа және 2 жұмыртқа қажет. Жуамызды осы видеодағыдай етіп кесіп, гречкаға салып, екеуін әдемілеп блендерлейміз. Одан кейін картопымызды алып, дәл видеодағыдай етіп турап, қайнаған суға салып асамыз. Енді фаршты және гречка мен жуаны, жұмыртқаны барлығын өзіміздің қалауымызша специя салып, әдемілеп араластырамыз. Біздің бұл котлетіміз мүлдем ұнсыз жасалады, ешқандай ішіне нан салынбайды. Диета ұстап жүрген адамдарға жасап жесе өте пайдалы. Котлет қуырар алдында мен дәл осылай етіп пергамент қағазын сковородкаға осылай жан-жағын кесіп әдемілеп салып аламын. Және де осының ішіне кішкене сұйық май құямын. Котлетті өзіміздің қалаған формамызда жасасақ болады. Мен осылай етіп, қызып тұрған тапаға котлеттерді салып, әдемілеп, қызарғанша қуырамын. Мен котлеттерді осылай силиконовый лопатканың көмегімен айналдырамын. Котлеттеріміз пісіп жатқанда біз дайын болған картошкамызға 80 грамм сары май мен 50 грамм сүт құйып, осылай пюре жасаймыз. Бізде осындай әдемі котлет дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Ас болсын!